Қайырлы күн, қазақ елі. Біз бүгін тағы да қаржылық білім арнасында біз беруші қол, альтруизм, филантропия, меценаттар туралы өтетін боламыз. Біз бүгін сондықтан жаңағы сабағымызды бастаймыз. Қазақта бір әдемі, бағалы бір тәмсіл десек те, мақал мәтел десек те болады. Хан болғысы келмейтін кісі жоқ, халқы қаламайды дейді. Бай болғысы келмейтін кісі жоқ, құдайы қаламайды дейді. Ал енді сіз бай болғыңыз келеді, біз мынау әлем әдебиеттерін, дүние жүзіндегі ең танымал экономикалық, қаржылық, білімге қатысты, кәсіпкерлікке қатысты кітаптардың әлем әдебиеттерін саралай отыра, біз адамның бай болуы үшін оның беруші қол болуы керек екенін мен түсініп, сіздерге мен осы арнайы сабақты түсініп отырмын. Енді олай болатын болса, біз ары қарай жүрейік. Біздің қазақ данышпандары әрқашанда ақылдан кемде болған жоқ. Төле би бабамыздың өлеңінен оқып бергім келіп отыр. Аларды біліп бермегеннен без, ел жұрты қашып бермегеннен без, үйіне қонақ қонбағаннан без, көптің айтқанына баламағаннан без деген Төле би бабамыз. Енді саналы адам, есті адам беруші қолды болады. Мінекей мына көріп тұрсыздар ғой, мына қолды. Бұл беруші қол, жоғары қол, жасыл қол. Түсініңіз ба? Мынау қызыл қол, бұл төмен қол. Бұл қасиетті Құранда да алушы қолдардың төмен қол болатындығы осы жерде көрініс тауып тұр. Түсініңіздер ме? Біз ары қарай кеттік. Енді біз ары қарай жүретін болсақ, қазақта 40-тың бірі қыдыр деген сөз бар. Біз мынау логотерапия бойынша мен сіздерге бұның мәнін ашып берейін, сөздің мән мағынасын, хикметін. Қазақ халқында 40-тың бірі қыдыр дейді. Ол қандай қыдыр? Ол қыдыр дегеніміз, ол зекет беретін адамды қыдыр деп айтады. Қазақта 40-тың бірі. 40 адам келсе, ішінде біреу зекет беруші болса, оның жаңағы Құдай тілегін қабыл етуі мүмкін. Көрдіңіздер ме? 40-тың бірі қыдыр. Көрдіңіз бе? 40 қойдың біреусі зекетке береді. Көрдіңіз бе? 40-тың бірі. Мұны көрдіңіздер ме? Сосын біздің мынау қазақта бір әдемі сөз бар. Садаған кетейін, зекетің болайын дейді. Біздің Шерхан Мұртазаның Біркем дүние кітабында оқып отырсам, зекетің болайын деген бір сөздер бар екен. Біз садаған кетейін дегенді біз естуші едік. Сондықтан мына жерде мен үлкен артымда тұрған үлкен мәні мағыналы бар. Мынау менің артымда тұрған баннерге мән беріңіздер. Бұл төменгі деңгей, мына жерде тұрған. Бұл садаға деңгейі. Көрдіңіздер ме? Ана базарға барғанда, әр жерде жүргенде сіз бір 50 теңге, 100 теңге, 20 теңге беріп қоятынды, оны садаға деңгейі дейді. Ол өте аз берушілер. Көрдіңіздер ме? Енді сіз жаңағы одан кейінгі мынау көп деңгейдегі бұл зекет беруші. Көрдіңіздер ме? Зекет беруші деңгейді біздің қазақта сахауат деңгейі деп айтады. Одан жоғары тұрғаны бұл жұп деңгейі. Бұл мүлкінің көп бөлігін берушілер. Түсіндіңіздер ме? Мүлкінің көп беруші бұл біздің Бәйдібек бабамызды айтсақ болады. Мүлкінің көп бөлігінен берушілер. Түсіндіңіздер ме? Оны тағы да мен барысында мен тағы да айтып өтетін боламын. Ал исар деңгейі. О, мынау жерде жоғары деңгейде тұрған, жасыл деңгейде тұрған исар деңгейі. Мысалға бізде айтады, мынау дәрігерлердің жаңағы донор керек дейді. Себебі біз мектептерде донор болуға үйретпейміз. Көрдіңіздер ме Қазақстан мектебінде? Ал мен сіздерге мен мына бір деректі айтып өтейін мына жерде. Мысалға, Қазақстандағы 22 жылғы мәлімет бойынша адам ағзасына мұқтаж болып тұрғандар бүйрекке 325 адам, кезекте тұр екен, жүрекке 148 адам, түсіндіңіздер ме? Өкпеге 16 адам, бауырға 150 адам, өкпе және жүрек кешеніне 3 адам жаңаға мұқтаж болып тұр екен. Ағза алушыны реципиент деп айтады, берушіні донор деп айтады.
Көрдіңіздер ме? Біз бұны не үшін айтып отырмыз? Бұл жаңағы біздің қазақ қоғамында мынау ағза берудің дамымай тұрғандығы, ағза беру тұрмақ, мынау қолын жұмған қолын ашпай тұрған, мынау ақша беруге, қаржысын бермеуге, дәулеттілердің аз болып тұрғандығына біз осыған тәрбиелемеуімізде, мектептен тәрбиелемеуімізде, қаржылық білімнің жоқтығынан. Мысалға айтайын, не үшін теледидардан көрсеңіздер, мынау жаңағы жалақысын төлемей жатқан кәсіпкерлер, жалақысын төлемей отырған инвесторлар, мінекей, мынау біздің жаңа өзендегі көп көтерілістер. Бұлардың барлығы алушы болып тәрбиеленуінде. Түсініктер ме? Біз беруші болуды тәрбиелемейміз, беруші қол болуды. Мәселе осы да, қаржылық білімнің бір құндылығы бұл беруші қол болуды жаңа насихаттауда. Енді мен тағы да бір нәрсені мен сіздерге ары қарай айтып өтейін. Мысалға, мынау Филиппиндік Мэнни Пакьяо деген боксер бар. Мысалы қараңыздар. Ол өзінің Филиппиндегі бір ауыл соғып, жаңағы мыңдаған кедейге үй соғып берді. Мэнни Пакьяоға. Көрдіңіздер ме? Міне қайырымды азамат. Осындай өнегелі біздегі азаматтар біздің елімізде көп болу керек. Мысалға мен сіздерге айтайын, қазақ алыс-беріс туралы айтып кетейін мына жерден. Қазір міне адамның өмірінің өзі соңына дейін алыс-берістен тұрады. Мен қазаққа мынау беру туралы айтып өтейін, берістер туралы айтайын. Алудың құмарлығы ол шексіз. Алуға адам әрқашанда құмар. Алатын адамдар сүйіншілік берушілер. Міне қараңыздар. Сәлем беру, сүйінші беру, құрсақ шашу беру, жерікке беру, сыйлық беру, бастаңғы беру, қонаққа ас беру, сыбаға беру, ұшыру беру, салық беру, пітіре беру, садақа беру, зекет беру, тәрбие беру, білім беру, жұмыс беру, жалақы беру. Түсіндіңіздер ме? Біз мектепте және университеттерде біз кімді тәрбиелейміз? Біз жұмыс алушылар тәрбиелейміз. Біз жұмыс берушілер тәрбиелемейміз. Мектептегі мынау кәсіпкерлікке оқыту дегеніміз жалғыз пән, мінекей, жаңағы жұмыс беруге тәрбиелейтіндігі. Сондықтан біз мынау кәсіпкерлікке тәрбиелеу аса маңызды, бұл жаһандық құзыреттілікке жатады. Ал енді біз ары қарай жүрейік тағы да. Енді өмірден кейінгі беру қазақтың жаназа беру, жетісін беру, қырқын беру, ас беру. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығы беруге жатады. Ал алушы адамдар әр қоғамда табылады. Себебі әр қоғамда кедейлер көп болады. Енді біз ары қарай тағы да айтып өтейін. Мысалға, жаңағы Абай қойған кім? Абайдың азан шақырып қойған есімі Ибрахим. Ибрахим қалың қыста кедейлерге, дәркембай бастаған кедейлерге, ол анау Құнанбайдың қорығындағы маяларды ашып беріп, кедейменен барын бөліскен үшін, Құнанбайдың жинаған маясын берген үшін ол Абай болды. Түсіндіңіздер ме мінекей? Сіз әрқашан беруші қолды болатын болсаңыз, мінекей, сіз жоғары қолды боласыз. Жаңа мынау жасыл қолды көрдіңіздер ғой, Құдай сүйген түс. Сіз беруші болды. Абай беруші. Көрдіңіздер ме? Дәркембай қызыл қол, алушы Дәркембай. Көрдіңіздер ме мінекей? Абайды біз жаңағы Абай қылған оның беруші қол болғандығында. Және де мынаны қараңыздар, мен тағы да сіздерге мен айтып кетейін. Мына жерде біздер Абайдың мен бір өлеңін оқып берейін сіздерге. Руза, намаз, зекет, хаж, талассыз іс. Жақсы болсаң жақсы тұт, бәрін тегіз. Бастапқы үшін бекпей соңғы төртті, қылған менен татымды бермес жеміс дейді. Түсіндіңіздер ме? Бұл қалай? Сол Абайдың айтып отқандығы, бұл мынау 5 парызды айтып тұр Абай. Көрдіңіздер ме? Жаңа руза дегеніңіз ораза, намаз, зекет, хаж, талассыз іс дейді. Көрдіңіздер, Хакім Абай айтып отыр. Міне, біз осыны алгоритм ретінде бұны сол тегіс орындауымыз керек. Түсіндіңіздер ме? 5 парызға мән берген адам бай болады. Ал енді мен сіздерге ары қарай айтып өтетін болсам,
жаңағы біздің қоғамда не керек? Біздің қоғамға не үшін сіз бай боласыз? Өткен сабақта мен сіздерге сараңдық туралы айтып кеттім. Сіз беру үшін бай болыңыз. Түсіндіңіздер ме? Зекет беру парыз. Көрдіңіздер ме? Төртінші, зекет беру парыз. Сіз түсініңіз. Сіз бай болу сіздің парызыңыз. Есті адам бай болады. Түсіндіңіздер ме? Мынау Европа жақтан, батыстан келген сөз бар ғой. Ақылды болсаң неге кедейсің деген. Түсіндіңіздер ме? Сіз арабтан қазақтың айырмашылығы, біз бай болу біздің парызымыз екендігін біз түсіне алмай жүрміз. Мысалға кедей сыни ойланыңыз. Кедей әкенің пікірі өзімді жарылқап алайын дейді. Түсіндіңіздер ме? Сыни сұрақ. Бай кедей жомарт па? Кедей жомарт па? Біздің қоғамда пролетариаттарды мына большевиктер әдейі мынау кеңес одағын жақсы көрсетіп, қазақтарды құрту үшін бұл мына нені түсірді, кедейшілікті, жұмысшыларды, пролетариаттарды, большевиктерді насихаттады. Көрдіңіз ба? Бұл содан барып байларды жек көрсетті білді. Көрдіңіздер ме? Ал қоғамда әлбетті түрде бай адамдар жомарт болады. Ол өзін жарылқаған адамдар. Өзін жарылқамаған адам ол өзгені жарылқай алмайды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ол бай мәрт болады, жарылқайды. Ал енді мына бай әкенің пікірімді қайырымды бол дейді, еліңе қызмет ет дейді. Одан кейін мынау қазақта сөз бар. Нысап сайын береке деген. Біздің қазақ түсінбейді. Нысап сайын береке дейді. Ол ынсап деп түсінеді. Нысап дегеніміз не? Береке. Бұл нысап дегеніміз бұл жаңағы зекет, сахауат деңгейіне қатысты сөз бұл. Ақшаның зекет нысабын білдіретін мөлшерді, өлшем бірлікті нысап дейді қазақ. Түсіндіңіздер ме? Мысалға, әр үйде 96 грамм алтын болу керек. Не үшін? Бұл сізге қаржылық еркіндік, қаржылық бостандық беру үшін сізге қажет. Мысалға айтайын, 96 грамм алтын, мысалға мынау қаржылыққа баратын адамдарға 96 грамм ақша алтынменен жинаса, бұл қаржылыққа барып келуіне болады. Біріншіден. Одан кейін әр қазақтың отбасында 96 грамм алтын болу керек. Ол нені білдіреді? Сізге жаңағы басқаға, ағайын туысыңа, көрші қолаңға көзіңді сүзбеу үшін, жаңағы бір нәрсе сұрап, бір бетіңді қара қылмасы үшін, жаңағы мынау 96 грамм алтын керек. Оны өздеріңіз білесіздер, біздің келесі бір сабақта мынау әдістерді менің ақша жинауға байланысты бір қаржылық жоспар деген сабағым болады. Сол жерден сіздер көрсеңіздер болады осы арнадан. Енді мысалға айтып өтейін. Мысалға жалпы есепте дүние мүліктің 2,5% үлесін зекетке беріп тұру, бұл сіздің жаңағы жүрегіңізді тазартады. Сіз қоғамға пайдалы боласыз. Мына менің артымдағы баннердің тақырыбын көрдіңіздер ғой? Қоғамға қызмет ету. Қалай қоғамға қызмет етесіз? Сіз ана жасыл қолды боласыз, сіз қоғамға қызмет етесіз. Мынау сіз алушы боласыз, сіз төмен қол боласыз. Өмір бақи сіз сұрап жүресіз. Жаңағы жұмыс іздейсіз, жалақы аласыз, өмір бақи алушы болу, ол төмен қолға жатады. Жаңағы айтайын, мысалға сіз түйе нысабын айтып кетейін. Ол 5-9 түйеге бір қой беріледі екен. Одан кейін 10-14 түйеден 2 қой беріледі. Сиырдың нысабын айтайын. 30-39 сиырға бір жастан асқан тана беріледі. Көрдіңіздер ме? Қой ешкі, жаңа 40-тың бірі қыдыр деген, жаңа 40 пен 120 бастың аралығында бір қой беріледі. Оның ішіндегі ең тәуірі берілу керек. Мысалға, одан кейін жылқының нысабы, жылқының жалпы құны 585 грамм күміс немесе 85 грамм алтынның құнына тең келсе, 40-тан бірі, яғни 2,5% үлесі, бұл жаңағы зекет ретінде беріледі. Кей жағдайда Арабияда мынау жылқыны асырауға қиын болғандықтан, кейбір жағдайда жылқыны зекеттен босатқан. Оның себебі соғыс көлігі ретінде. Сондай-ақ егіске, сауда қаржысына, бау-бақша өнімдеріне, асыл тастарға зекет беріледі. Түсіндіңіздер ме? Мінекей, бұл зекеттің нысабы. Сіз қараңыз, нысап сайын береке, қалай береке болады? Сіз жаңағы 40 қойдан 80 қой артық қой. 80 қойдан 1000 қой артық. Нысабыңызды сіз арттыра беріңіз, бай дәулетіңізді қазал әділ жолменен байи беріңіз.
жаңа нысап сайын береке деген осы. Түсіндіңіздер ме? Нысап сайын береке. Яғни малыңды көбейт, мүлкіңді көбейт, дүниеңді көбейт, бірақ зекетіңді бер. Түсіндіңіздер ме? Енді мен сіздерге тағы да айтып өтейін. Бір мынау кәсіпкерлік формуласы бойынша маған мынау Бен мен Джерридің формуласы ұнайды. Мына Бен, Коэн мен Джерри Гринфилд мектепте бірге барған, 27 жасында олар балмұздақ жасайтын кәсіптерін ашады, бірақ олардың сәттіліктің бір формуласы бар, қараңыз. Олар біріншіден сәттілік формуласында жергілікті өнімді пайдаланады. Екінші, олар жаңағы мынау көп жалақы төлейді қызметкерлеріне. Барынша жоғары жалақы төлейміз дейді. Түсіндіңіздер ме? Содан 2000 жылы олар компанияларын 326 миллион долларға сатты. Бүгінгі күнде олар белсенді түрде қайырымдылықпен айналысуда. Бен мен Джерри. Түсіндіңіздер ме? Мінекей, бұл құндылық. Бұл жерде қандай құндылық бар? Сіз қарасаңыз. Біз бұл жерде құндылық беруде. Біз бермейміз. Не үшін? Компаниялар байиды. Мысалға, сіз жаңағы шағын орта бизнеске келгеннің 95%-ы мысалға оның банкрот болады. Қалай банкрот болады? Олар анау жаңағы тек қана үнемшілдікке экономия әкеледі. Жұмысшыларын қысқартады, жалақысын бермейді, әйтеуір бір қысады. Сосын барып сіздікі жаңағы Құдай қаламайтындай кәсібіңіз алға баспайды. Түсіндіңіздер ме? Мінекей, Бен мен Джерри, мінекей, бұл мұсылман болмаса да, бұл жаңағы Құдай қонайтын жолмен жүріп, бұлар жаңағы байып отқанын көріп отырсыздар. Көрдіңіздер ме? Ал біздің мынау кеше өздеріңіз деп әлеуметтік желіде көріп отырсыздар, ана қойшылар, малшылар жалақысын бермейді. Қай жерде бермейді? Жармаған, тексіздер. Көрдіңіз бе? Және де оның біздің бүгінгі қоғамның тағы бір кемшілігі бар, жаһандық құзыреттілікке жататын қаржылық білімді олар оқыған жоқ. Олар ана мешітке барып имамдардың насихатын тыңдамайды. Көрдіңіздер ме? Тек қана өзім оңсам, өзім толсам дейді. Бұл да қаржылық білімнің жаңағы кемшілігі болып табылады. Қаржылық білім аса маңызды. Көрдіңіздер ме? Әлемде мысалға сіздерге айтып өтетін болсам, мысалға Билл Гейтс, оның да жаңа қайырымдылықпен айналысатын арнайы қоры бар. Көптеген дәулетті адамдар арнайы қор құрып, өзінің адал ақшасыменен қоғамға қызмет етуде. Мінекей, көрдіңіздер ме? Сондықтан құрметті бауырлар, сіз қаржылық білімді болыңыздар. Сіз мынаны ұстаныңыз, бұл құндылық. Сіз беруші қолды болуды сіз өзіңізге құндылық ретінде бағалаңыз, жоғары бағалаңыз. Мынау жасыл қол тұр ғой, жоғары қол. Бұлар берушілер. Көрдіңіз ба? Сіз беруші болыңыз. Көрдіңіз ба? Сіз сәлем беруші болыңыз. Сіз жұмыс беруші болыңыз. Сіз компания ашқанда қуаныңыз. Сіз аттестат алғанда қуанғанда емес, қызыл аттестатқа қуанбаңыз. Сіз қызыл дипломға қуанбаңыз. Сіз жұмыс беруші болсаңыз қуаныңыз. Сіз себебі ана жалақы бересіздер. Қазақ қоғамына бізге жаңағы жұмыс беретін, жалақы беретін азаматтар керек. Түсіндіңіздер ме? Берушілер керек. Сосын сіз берушілікті құндылық ретінде ұстаныңыз. Түсіндіңіздер ме? Мысалға, қарыз беріңіз біреуге. Көрдіңіз бе? Сіз жаңағы көршіңіздің мұқтаждығын өтеп беріңіз. Көрдіңіздер ме? Сондықтан барып біз мынау берушілікке сіз жаңағы Құдай ұнайтын, Құдайға жаңағы ұнайтын тірлік қылуымыз керек. Сондай қарекет жасауымыз керек. Кешегі анау айтып отқандай мысалға мына еврейлер. Мен еврейді зерттеген адаммын. Сонда айтатын болсақ, бұл сіз еврейлерде мына парнаса деген бар. Олар айтады, оларды жаңағы еврейлер табысының 5%-ын қайырымдылыққа жұмсап отырады. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан ол біздің мұсылманда да бар. Қайырымдылыққа жаңағы жұмсау. Мына менің артымдағы тұрған мына пирамида, соның ішіндегі зекет, мына садақа беру деңгейі. Сіз 5 теңге, 50 теңге беріп қоясыз да, содан сіз көп жақсылық сұрайсыз. Ол ондай емес, ол төмен аз берушілер. Бізге мына зекет деңгейі керек, жұт деңгейі керек. Түсіндіңіздер ме? Мінекей, жұт деңгейі керек. Мысалға, сіздің жаңағы Құнанбай Кенесарының жаңағы несін әскерін қаржыландырды ғой, Құнанбай. Көрдіңіздер ме? Бәйдібек мынау яссауи кесенесін соқтырар жерде сол жерді қаржыландырды. Мінекей, бұл жұт деңгейінде болған. Жаңа Құнанбай,
жаңағы біздің Бәйдібек бабаларымыз. Ал енді ана Исар деңгейіне жетуді сіз көздеуіңіз, ол есті адам. Көрдіңіз ба? Исар деңгейіндегі адам өзіне қажет бола тұрып береді. Көрдіңіз ба? Мінекей, мен де осы Исар деңгейін көздеген адаммын. Сұрағанда жаңағы өзімізге кейде қажет бола тұрса да береміз. Және де қолымыздан келгенше осы беруші болды ұстанамын. Аллаға шүкір, қаржылық бір жағдайымыз жақсы деп бағаласақ болады. Осы құндылықтарды сіз сақтаңыз. Кейбіреулер ақылда, барлығы келмейді. Бірақ не келмейді? Бағанағы мен сабағымның басындағы бағалы мақалды мен нақылды қайталап өтейін. Бай болғысы келмейтін адам жоқ, Құдай қаламайды дейді. Құдайы қалаған дәулетті адам болыңыз, бай қуатты болайық, беруші қол болып қоғамға қызмет етуді бізге Алла тағала нәсіп етсін. Аманшылықта болайық.